Қалайсыңдар менің сүйікті оқырмандарым? Бүгін бізде математика сабағы 127 сабақ логикалық есептер бас қатырғыштар. Бірінші есеп сиқырлы шаршыларды толтыр. Бізде есепте үлгі берілген, яғни үлгіде көлденеңнен және тігінен және диаметрі бойынша қосқанда бізде 24 шығып тұр. Демек, қалайынан қоссақ та бізге 24 шығу керек. Енді бізге айтады, қалған екі кестені өзің толықтыр дейді. Оны қалай толықтырамыз? Ең алдымен көлденең берілген сандарды қосып аламыз. 12-ге 22-ні және 8-ге қосамыз, бізде 42 шығады. Енді қалған бос шаршыларды біз толықтыруымыз керек. Демек, бізге қалайынан қоссақ та 42 шығу керек. Бос шаршыларға мен тігінен 14 санын қойдым, яғни 6-ға 22, 14 санын қосқанда бізде 42 шығады. Диаметрі бойынша 14 және 20 сандарын қойдым. 8-ге 14 және 20 сандарын қосқанда 42 шығады. Қалған сандарды қоссақ та бізде 42 шығады. Енді екінші кестеде бізде берілген сандарды қосып аламыз. Ең алдымен 16, 2 және 22 сандары тігінен берілген екен. Оларды қосқанда бізде 30 шығады. Демек, қалған бос шаршыларға біз 30 шығатындай сандарды қоюымыз керек. Яғни көлденеңнен 6 санын қойдым, 8 қосу 6, қосу 16, 30 шығады. Диаметрі бойынша 10 санын қойдым, 8 қосу 10, қосу 12, 30 шығады. Қалған жағдайларда да бізде қосқанда 30 саны шығады. Екінші есеп тіктөртбұрышты әр бөлігінде белгіленген бір нүктесі бар өзара тең 6 бөлікке бөл. Екінші есепте бізде көлденеңнен 6 төркөз, тігінен 5 төркөз тіктөртбұрыш берілген, ішінде 6 нүкте берілген. Енді осыны біз теңдей 6 бөлікке бөлуіміз керек. Мен қалай бөлдім? 1, 2, 3, 4, 5, 6 бөлікке бөлінген. Әр қайсысының ішінде 5 төркөзден берілген. Үшінші есеп суретке қара. Жасыл, сары, көк және қызыл дөңгелектердегі ұпай санын анықта. Бізде 1000 шығу керек және 600 және 500, 700 шығу керек. Мен жасыл дөңгелекті 400 ұпай деп алдым, сары дөңгелекті 200 ұпай деп алдым және көк дөңгелекті 300 ұпай деп алдым. Төртінші есеп бос төркөздерді толтыр. Бізде тіктөртбұрыш, үшбұрыш және дөңгелек берілген. Мен тіктөртбұрышке 5 санын, үшбұрышке 6 санын, дөңгелекке 4 санын қостым. Сонда көлденеңнен қосқанда бізде 15 шығады, 16 және 16 шығады. Тігінен қосқанда 17, 14, 16 шығады. Екінші кестеде көлденеңнен 34-тен 8 азайтқанда 26, 20-ға 5-ті қосқанда 25 шығады. Тігінен есептегенде 34-тен 20-ны азайтқанда 14 шығады, 8-ге 5-ті қосқанда 13, 26-дан 25-ті азайтқанда 1 шығады. Бесінші есеп. Есепті шығар. Сыйымдылығы 3 литрлік банкаға шырын құйылған және сыйымдылықтары 1 литр және 2 литр болатын 2 бос банка бар. Барлық 3 банкада 1 литрден болу үшін шырынды қалай құйып алуға болады? Ең алдымен 3 литрлік банкідегі шырынды 2 литрлік банкіге 2 литрін құйып аламыз. Сонда бізде 3 литрлік банкіде 1 литр шырын қалады. Одан кейін 2 литрлік банкідегі шырынды бос 1 литрлік банкіге 1 литрін құйып аламыз. Сонда бізде 2 литрлік банкіде 1 литр шырын қалады. Сонда бізде 3 банкіде де 1 литрдан шырын болады. Алтыншы есеп. Қорапта 24 килограмм шеге бар. Кіртастарды пайдаланбай табақшалық таразының көмегімен 9 килограмм шегені қалай өлшеп алуға болады? 24 килограмм шегені 2 табақшаға бөлеміз. Сонда бізде 12 килограммнан 2 табақша шығады. Соның біреуін алып, тағы да 2 табақшаға бөлеміз. Сонда бізде 6 килограммнан 2 табақша шығады. Тағы да соның 1 табақшасын алып, 2 табақшаға бөлеміз. Сонда бізде 3 килограммнан шығады. Соның 6 килограммдық 1 табақшаны алып, 3 килограммдық 1 табақшаны алып, екеуін қосқанда бізде 9 килограмм шеге шығады.
Жетінші есеп. Есепті шығар. Кіртассыз табақшалы таразы мен сыртқы пішіндері бірдей 9 монета бар. Монеталардың біреуі жалған және басқаларынан жеңіл не ауыр екені белгісіз. Шын монеталардың массалары бірдей. Жалған монетаны анықтау үшін неше рет өлшеу қажет? 9 монетаның қайсысы жалған, қайсысы шын монета екенін анықтау үшін бізде бір монета ғана жалған деп тұр. Ең алдымен 4-4-тен таразыға тартып аламыз. Егер де осы 4-4-тен тартылған таразыда екеуі тең болса, онда мына бізде қалған бір монета жалған болып табылады. Бұл бір дегеннен табылады, бірінші жағдай. Ал егер де екінші жағдайда мына таразы біреуі ауыр, біреуі жеңіл болса, келесі жағдайды көреміз. Ең бірінші ауыр жағын тартып көреміз таразыға. Егер де 2-2-ден тартқанда тең түссе, жеңіл жағын тартып көреміз 2-2-ден. Бұл жерде бір жағы ауыр, бір жағы жеңіл болуы мүмкін. Мұндай жағдайда жеке-жеке тағы да өлшеп аламыз. Бірінші бір жағын өлшеп аламыз бір-бірден. Егер де осы екі монета теңдей түссе, онда екінші жағдайын көреміз. Қалған екі монетаны өлшейміз. Егер осы екі монета бір-бірден біреуі ауыр, біреуі жеңіл болатын болса, мына қалған бір монетаны осы екеуімен өлшеп көреміз. Яғни біз 5 жағдайда өлшеп көрдік, енді 6-шы жағдайда өлшейміз. Қалған бір монетаны мына бір жағындағы монетамен өлшейміз. Егер де теңдей түссе, онда бізде мына монета жалған деген сөз. Ал егер де мына екеуін өлшегенде біреуі ауыр, біреуі жеңіл болатын болса, онда мына монетаны екінші монетамен таразыға тартып көреміз. Сонда бізде қай монета жалған, қай монета шын екені анықталады. Сонда жауабы жалған монетаны анықтау үшін біз мына бір рет өлшегенде табамыз, немесе 7 рет өлшеу қажет болады. Осымен сабағымыз аяқталды. Барлық есептер түсінікті деген ойдамын. Парақшаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаймыз. Сау болыңдар.